Қазақтың кең байтақ даласында, ну орманмен таласқан терең өзен жағасында, ағаналы қасқыр күшіктеріне нәр беруде. Бақытты шақтар. Қардай аппақ бөрі бөлтіріктерімен бейғам күн кешуде. Бірақ бейғам шақтары ұзаққа созылмады. Анасы қауіп сезеді. Бір топ аңшы қан сонарда қасқырды аулауға аттанады. Ат тұяғы дүбірімен адам иісін сезген ана қасқыр күшіктерін қауіпсіз жерге жасыруға әрекет жасайды. Дегенмен аңшылар таяп келеді. Қара бұлттай қауіптен қашалмасын сезген қасқыр балаларын тастап аңшыларға қарай ұмтылады. Именбестен өзіне қарай айбат шегіп ұмтылған қасқырды аңшы ойланбастан атып салады. Қасқыр оқтан тайынар емес. Қайта тұрып тістерін ақсита аңшыға қайта ұмтылмақ болады. Аңшы көздеп тұрып және бір атады. Үшінші оқ ана қасқырдың дәл жүрегіне тиеді, жер жастана құлайды. Сыңарынан айырылған сезген көкжал қатты қайғырады. Шалғыздықтан мұңын айға шағып шоқтайды. Көз алдарында оқ құшқан анасын көрген бөлтіріктер қорқыныштан бір-бірін паналап жыңғыл арасына жасырынуда. Әлгі қасқыр ұрғаш екен. Жақын маңда күшіктері болу керек. Тауып көзін құртайық. Аңшының бірі күшіктерді желкеден алып қапқа салып өзенге лақтырып жіберді. Ой, көмектес! Көмектес! Шал болса, не дейді? Деп таңданып, өзен жаққа қарай жүгіре жөнелді. Бала, ой, деп айқайлап жатыр. Адам баласының шошынып жылаған даусын естіген көкжал арлан оқиға орнына келіп, баланы мұз басқан өзеннен суырып алады. Шал ентігіп оқиға орнына келсе, алып арлан баланы өзеннен суырып алған. Шал сонда, тоба, деп таңданып тұрып қалады. Арлан шалға қарап, тісін бір ақситады. Шал балаға тиісе көрме, менің жанымды ал дегендей тымағын шешіп, тізерлеп құлайды. Көкжал шалдан көзін алмай қарап, баласын шалдың өзіне қайтарады. Шал баласын құшақтап, көзіне жас алып, көкжалдың ізіне қарайды. Көкжалда артына бұрылып, шалға бір қарап, тұманмен бірге ғайып болады. Далада баласын құшақтаған шал өксіп жылайды. Қуаныштан ба? Әлде адамның хайуанға жасаған қиянатын түсінгендіктен бе? Кім біліп?